Сәлем, осыны оқып отырға адам, егер осы хатты қолыңызға алсаңыз, мен бұл өмірде жоқпын. Мені бәрі үшін кешіріңіздер. Егер осы сөздерді тыңдап отырған бір адам болса, менің сізден сұрайтын бір ғана өтінішім бар. Өтінемін. Мені кінәламаңызшы. Менің үнсіз қалғанымды әлсіздік деп қабылдамаңыз. Менің күлімсірегенімді бәрі жақсы деп түсінбеңіз. Неге осы уақытқа дейін айтпадың, неге ешкімнен көмек сұрамадың, неге бәріне шыдадың деп сұрамас бұрын, менің сол сұрақтардың әрқайсысын өзіме қанша рет қойғанымды бір сәт ойлап көріңізші. Мен бұл сұрақтардан қашқан жоқпын. Керісінше, олар менің жанымда күн сайын бірге жүрді. Түнде ұйықтай алмай жатқанда да, таңертең көзімді ашқанда да, жалғыз қалғанда да, адамдардың арасында жүргенде де, неге мен осындай болып кеттім деп өзімді қайта-қайта сұрай беретімін. Мен 20 жастамын. 20 жастамын. Осы сөздің өзі бір жағынан үмітті естіледі. 20 жас. Алда әлі қаншама жыл бар. Алда оқу бар. Арман бар. Жаңа адамдар бар. Жаңа қала, жаңа таң, жаңа мүмкіндік бар. Бірақ соңғы уақытта осы сөздердің бәрі маған бөтен болып кетті. Адамдар, сен әлі жассың ғой. Алдыңда бүкіл өмірің тұр. Бәрі әлі өзгереді. Уақыт бәрін емдейді дейді. Мүмкін олар дұрыс айтатын шығар. Бірақ қиналып тұрған адамға кейде дұрыс сөздің өзі тым алыстан естілетін сияқты. Мен олардың сөзін түсінбедім емес. Тек сол үмітке қол созуға шамам жетпей қалды. Сырттай қарағанда менің өмірім қалыпты еді. Мен адамдармен сөйлестім. Күлдім. Кейде әзілдестім. Әлеуметтік желіге сурет салдым. Жақсымын деп жауап бердім. Бірақ ешкім менің бөлмемнің есігі жабылғаннан кейінгі үнсіздігімді көрген жоқ. Ешкім жастыққа басымды қойып, ұзақ уақыт төбеге қарап жататынымды білмеді. Ешкім таңертең айнаға қарап, бүгінде күлуім керек деп өзімді мәжбүрлейтінімді білмеді. Мен адамдарға жақсы көрінуге тырыстым. Өйткені ешкімге ауыртпалық болғым келмеді. Ата-анамды уайымдатқым келмеді. Олардың дауысын телефоннан естіген сайын мен жақсымын дейтінмін. Ал шын мәнінде мен жақсы емес едім. Достарыма да айтпадым. Олардың да өз мәселесі бар ғой деп ойладым. Біреуге мұңымды айтып, кейін оның мен үшін алаңдап жүргенін көру маған қиын болатын. Сондықтан өзім жеңемін. Өзіме келемін. Ертең бәрі жақсы болады деп жүре бердім. Бір күн өтті. Сосын тағы бір күн. Сосын тағы бір апта. Бірте-бірте ішімдегі айтылмаған сөздер көбейе берді. Реніш көбейді. Қорқыныш көбейді. Өкініш көбейді. Ал менің дауысым барған сайын бәсеңдей берді. Кейде адам бір күнде сынбайды екен. Кейде ол күн сайын кішкентай ғана бөліктерге бөлініп, ешкім байқамай әлсірей береді екен. Мен де сондай күйге түстім. Бірақ бүгін мен бір нәрсені түсіндім. Маған жоғалу керек емес. Маған ауырғанымның тоқтағаны керек. Маған өмірімнің аяқталғаны емес. Осы ауыр сезімдердің аяқталғаны керек. Осы айырмашылықты түсіну мен үшін өте маңызды болды. Мен шын мәнінде өмірден қашқым келмейді. Мен осы өмірдің ішінде қайтадан тыныш өмір сүргім келеді. Қайтадан таңды қорқынышсыз қарсы алғым келеді. Қайтадан шын жүрегіммен күлгім келеді. Біреуге сенгім келеді. Өзімді кінәламай өмір сүргім келеді. Кейде менің бар тілегім өте қарапайым ғана. Біреу жаныма келсе екен. Сен қалайсың деп сұраса екен. Мен әдеттегідей жақсымын деп өтірік айтқанда сол адам жоқ, шын айтшы десе екен. Сосын мен үндемей қалсам, ол кетіп қалмаса екен. Мені бірден түзетуге тырыспаса екен. Бәрін ұмытып кет, өзіңді қолға ал, басқаларға қарашы деп салыстырмаса екен. Тек жанымда отырса екен. Тыңдаса екен. Мен жыласам, жылағаным үшін ұялтпаса екен. Мен қорықсам, қорқуға құқығым бар екенін айтса екен. Мен шаршасам, демалуға рұқсат берсе екен. Мен енді ештеңеге шамам жетпейтін сияқты десем. Онда бәрін жалғыз көтерме десе екен. Маған дәл қазір осындай бір ауыз сөздің өзі жеткілікті сияқты.
Өйткені менің ішімде әлі кішкентай ғана үміт бар. Өте кішкентай. Кейде ол тіпті көрінбейді. Бірақ ол әлі өшкен жоқ. Мен оны сеземін. Ол үміт менің жүрегімнің түкпірінде. Тағы бір күн көріп көрші деп тұрғандай. Мүмкін ертең басқаша болар. Мүмкін біреу сені түсінер. Мүмкін сенің өмірің әлі басталғанда жоқ шығар. Мен осы дауысты тыңдағым келеді. Сондықтан осы сөздерді айтып отырмын. Егер сен де мен сияқты қиналып жүрген болсаң, өтінемін, жалғыз қалма. Бір адамға хабарлас. Анаңа айт. Әкеңе айт. Ағана немесе әпкеңе айт. Досыңа айт. Мұғаліміңе айт. Сенетін ересек адамға айт. Егер сөзбен айту қиын болса, хабарлама жаз. Тек, маған қазір өте қиын. Мен жалғыз қалғым келмейді деп жаз. Осының өзі жеткілікті. Барлығын түсіндіруге міндетті емессің. Өз сезіміңді дәлелдеуің керек емес. Көмек сұрау үшін жағдайыңның қаншалықты ауыр екенін ешкімге дәлелдеудің қажеті жоқ. Сенің қиналып тұрғаныңның өзі көмек сұрауға жеткілікті себеп. Мен мұны бұрын түсінбеппін. Мен көмек сұрауды әлсіздік деп ойладым. Қазір түсіндім. Керісінше, кейде ең үлкен батылдық маған көмек керек деп айталу екен. Мен бүгін осы сөзді өзіме айтуға тырысып отырмын. Маған көмек керек. Мен шаршадым. Мен қорқамын. Мен жылағым келеді. Бірақ, мен әлі осындамын. Мен әлі сөйлеп отырмын. Мен әлі біреудің мені естуін күтіп отырмын. Демек, ішімде өмірге қарай созылған бір жіп әлі бар. Мен сол жіпті үзгім келмейді. Мен оны ұстап қалғым келеді. Мен қайтадан өмір сүргім келеді. Тек бұрынғыдай емес. Қорқынышпен емес. Үнемі өзімді кінәлап емес. Барлық ауыртпалықты жалғыз көтеріп емес. Мен еркін өмір сүргім келеді. Таңертең көзімді ашқанда жаңа күннен қорыққым келмейді. Терезені ашып таза ауамен тыныстағым келеді. Көшеде жай ғана жүріп аспанға қарағым келеді. Бір күні себепсіз күліп жібергім келеді. Біреуге сеніп, мен бүгін жақсырақпын дегім келеді. Мүмкін ол күн ертең келмес. Мүмкін оған біраз уақыт керек болар. Бірақ мен енді асықпаймын. Бір күн, бір сағат, бір қадам. Бүгін тек бүгінмен өмір сүремін. Ал ертеңді ертең қарсы аламын. Себебі мен енді өзімді жалғыз қалдырғым келмейді. Мен біреуге хабарласамын. Есікті қағамын. Көмек сұраймын. Өзіме, менің өмірім маңызды деп қайталаймын. Өйткені менің жасым 20-да ғана. Менің әлі айтылмаған сөздерім бар. Көрмеген жерлерім бар. Кездеспеген адамдарым бар. Орындалмаған армандарым бар. Көрмеген таңдарым бар. Сондықтан бүгін мен қоштасатын сөз емес. Көмек сұрайтын сөз айтамын. Мен жоғалып кеткім келмейді. Мені біреу естісін. Мені біреу түсінсін. Мені біреу жалғыз қалдырмасын. Ал егер сен осы сөздерді тыңдап отырып өзіңнің де ішіңнен, маған да қиын деген үнді естіп отырсаң, сен де үндеме. Бір адамға хабарлас. Жаныңа біреуді шақыр. Жалғыз қалма. Себебі қараңғы түн қанша ұзақ көрінсе де, таң бәрібір келеді. Ал сен сол таңды көруге лайықсың. Мен де көремін. Мен бүгін бір қадам жасаймын. Өйткені менің өмірімнің ең ауыр сәті. Өмірімнің соңы емес. Бұл менің көмек сұрап, қайтадан өз өмірімді бастайтын жерім болуы мүмкін. Мен әлі осындамын. Мен әлі сезіп тұрмын. Мен әлі үміттенемін. Мені біреу естісін. Мен өмір сүргім келеді.